Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз түбір сөз және туынды сөз. 15-ші жаттығу. Мәтінді рөлге бөліп оқы. Атасы Бекжанның білуге деген құштарлығына ерекше ден қояды. Ылғи жөн сілтеп отырады да жиі пысықтайды. Бекжан, сен кімнің баласысың? Атамның баласымын. Өзің кімсің? Қазақпын. Қайда тудың? Алматы қаласында. Сен қай тілде сөйлейсің? Қазақ тілінде сөйлеймін. Отаныңды білесің бе? Білемін. Менің отаным Қазақстан. Ер жеткенде отаныңа қызмет етесің бе? Барлық күш-жігерімді отаныма арнаймын. Енді балалар, тапсырманы орындайық. Мәтін арқылы Бекжанның өмірбаянын біле алдың ба? Иә, әрине. Бекжанның өмірбаянын жартылай болса да біле алдық. Бекжанның өмірбаянын білу үшін сендер қандай сұрақ қояр едіңдер? Бекжанның өмірбаянын білу үшін қайда, қашан туылғанын, және қашан сабаққа барғанын, қашан сабағын аяқтағанын, ата-анасының кім екенін, олардың аттары кім екенін және олардың немен айналысатыны туралы сұрақ қоюға болады. Сұрақ қою үшін төмендегі ақпаратпен таныс. Және осы ақпарат арқылы Бекжанға сұрақ қоюға болады. Балалар, өмірбаян дегеніміз адамдардың өмірі туралы әңгіме. Өмірбаян адамның туған жылы, айы, күнінен басталады. Одан кейін тұрған мекенжайы, отбасында қанша адам тұратыны туралы баяндалады. Осы ережені есте сақтайық балалар. Енді келесі тапсырма. Ата, ататай, қазақ, қазақша сөздерін салыстыр. Олардың мағынасындағы өзгерісті байқа. Өз өмірбаяныңды жаз дейді. Бұл жерде балалар ата, ататай деген сөздің мағынасы бірдей болғанымен, мағынасы кішкене өзгешелеу болады. Ата, ататай деп еркелетіп айтып тұр, иә? Ал қазақ, қазақша деген, қазақ деген ол жалпы ұғым, ал қазақша ол қазақылықтың тілін немесе дәстүрін білдіріп тұрған ұғым. Әр қарай балалар өзіміздің өмірбаянымызды жазамыз. Мысал үшін мен Қабиева Әсем Аманқызы 1999 жылы 10 қазанда Ақтау қаласында дүниеге келдім. Біз отбасында 5 адамбыз. Әкем, анам, інім және сіңлім. Біз отбасында тату-тәтті болып өмір сүреміз. Қазіргі уақытта балаларға білім үйретумен айналысамын. Балалар, осылай сияқты өз өмірлеріңді жазыңдар. Туған туысқандарыңды қалай жақсы көресің? Сезіміңді қалай білдіресің? Ишара арқылы көрсетіңдер. Келесі 16-шы жаттығу. Суретте берілген жануарлардың атын пайдалану арқылы мәтінді толықтырып жаз. Халықтың жыл санау есебінде 12 жыл аты бар. Қазақша жыл санау бойынша жылдар былай аталады. Тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, маймыл, тауық, ит, доңыз. Осылайша балалар тышқаннан басталып, жылдың басы тышқанмен басталып, доңызбен аяқталады. Тышқанның қалай жыл басы болғанын есіңе түсір дейді. Барлық аңдар жиналып, жыл басына таласады. Сол кезде тышқан үндемей тұрып, түйенің өркешіне мініп алып, барлығынан бұрын күнді көріп қояды. Осылайша тышқан жыл басы атанады. Келесі қарамен берілген сөздерге назар аудар, олардың түбірін тап. Балалар, қарамен берілген жазу, халықтың, халық, қазақша, қазақ сөздері. Халықтың түбірі халық, ал қазақша сөзінің түбірі қазақ болады. Ал енді ережеге назар аударайық балалар. Түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейді. Татулық, достық, жазушы. Ереже түсінікті ме балалар? Бұл жерде татулық сөзі түбір тату, лық жұрнақ жалғауымен туынды сөз болады. Ал достық
түбірі дос, тық жалғау, жазу түбірі ш жұрнақ, жазушы туынды сөз болады. Келесі шығармашылық үзіліс 17-ші жаттығу. Ойлан, тап. Бір үлкен кісі сұраған соң жасымды айтып едім. Қозы жасында екенсің ғой, деді. Түсінбесем де қайта сұрауға ұялдым. Қозы жасы деген нені білдіреді? Сұрақтың жауабын сөздіктен біліп ал дейді. Балалар, қозы жасы деген сөз ол ұл баланың 10-нан енді ғана асқан кезі. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, достарымызға таратып, түсінбеген сұрақтарың болса, пікір жазуды ұмытпаңдар балалар. Келесі көріскенше аман сау болыңдар.